Қайырлы күн! Бүгінгі қарастыратын сабағымыз білім алушылардың атынан тапсырма орындау модуліне арналады. Ол үшін жүйеге білім алушының атынан кіреміз. Білім алушыда хабарламалар бөлімінде тағайындалған тапсырманы көруімізге болады, яғни осы бөлім арқылы өтуімізге болады тапсырмамызды орындауға, немесе оқу үдерісі бөлімінен тапсырмалар бөлімін таңдау арқылы өзімізге тағайындалған тапсырманы көруімізге болады. Білім алушы үшін бұл бөлімде қолданушы нұсқаулығы қарастырылған, яғни тапсырманы қалай орындау керектігі туралы нұсқаулықпен танысуына болады. Келесі кеңейтілген іздеу арқылы өзі қай уақыттан қай уақыт аралығында тағайындалған тапсырмаларды көруге болады. Бұл жерде мәртебесі бөлімі арқылы орындалып жатқан, тексеруге жіберілген, түзетуге қайтарылған, орындалған, мерзім өткен, яғни барлық мәртебелер бойынша тапсырмаларды көруіне болады. Және де тағайындалған тапсырма, яғни бұл бөлімде қандай тапсырма орындау керектігі жіберілген оқытушыны көруімізге болады. Пәннің атауын, келесі баға түрі, яғни бұл тапсырма бойынша білім алушыға баға қою қарастырылған жағдайда қандай баға түрі бойынша баға қою қарастырылғанын көруімізге болады. Және де мәртебесі бөлімінде бұл тапсырманың орындалып жатыр мәртебесіндегі тапсырма екенін көруімізге болады. Тапсырманың тақырыбын таңдау арқылы біз тапсырманы орындауға өтеміз. Бұл бөлімде барлық ақпараттарды көреміз, және де чат бөлімі арқылы білім алушы қандай да бір сұрақтарын оқытушыға жібере алады. Келесі жауаптар бөлімінде білім алушы тексеруге жіберу батырмасын таңдау арқылы өзі тапсырмасының мәтінін жазады. Тапсырмада міндетті түрде файл жүктеу қарастырылған жағдайда міндетті түрде орындаған тапсырманың файлын жүктейді. Және де оқытушыға тексеруге жіберу батырмасын таңдау арқылы өзінің орындаған тапсырмасын тексеріске жібереді. Яғни білім алушының тапсырмасы тексеруге жіберілді. Тапсырмалар бөлімінде бізде тапсырмамыздың тексеруге жіберілгендігі туралы ақпаратты көруімізге болады. Келесі оқытушы тапсырманы тексеріп баға қойғаннан кейін тапсырмамыздың мәртебесі орындалды мәртебесіне өзгереді. Және де бағалар бөлімінде қойған бағаны көруімізге болады. Және де келесі бағалар журналы бөлімінен, яғни өзіміздің академиялық кезеңімізді таңдаймыз, пәнімізді таңдаймыз, және де тапсырма арқылы білім алушыға қойылған бағаны көруімізге болады, яғни күн және де қойылған баға. Осындай ретпен білім алушыға тағайындалған тапсырманы орындаймыз. Осымен білім алушы атынан тапсырма орындау модуліне арналған сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!